Сондағысы өздерінің қалталарынан ақша шығарғысы келмейді. Үйреніп алған ғой енді нават бір нәрсе дегенге маған береді, шүкір Аллаға. Просто сол кезде маған ответ жазбай қалды да маған. Оказывается, оларда определенный, например, количествода блогерлар бар екен да, енді барып сөйтіп не істейтін. Сөйтіп быт-шыт қылып, сонда біз өзімізден ақша шығарамыз ба, онда аз нәрсе ала салайық деп маған бүйтіп қарап, білем да енді, может ақша алып шықпаған шығар, может тағы нәрсе болған шығар, бір нәрселер. Бірақ сол кездегі ситуация, қазіргі кезде мен қарап отырсам, адамның да того андай жадныйлық екен да. Мен де отырдым, өзім біртүрлі болып қалдым, мен сообщениемен ответ қайтармаған кезде. Түсінтір, мен не істейміз? Мен быт-шыт истерика болғам сол кезде, жылап, температурам көтеріліп тұрған, негізі таңертең бері бармай қойыншы деп ойлағам, негізі сол жиынға кешкісін. Өйткені не болды? Таңертеңнен бері менде өшім не болған? Температурам көтеріліп, настроение болмай жүр. Даже Фараға сөйлеуге уақытым болып жүрген жоқ. Быт-шыт болып жүрген кезімде. Енді отырмын ғой, мен қабағым түйілі, енді қатты түйілі демеймін, өзім бетіме шығып тұрады, өшім эмоция, барлығы настроением. Сөйтіп отыр едім. Бір кезде телефонды бүйтіп айналдырып қоям, мен андай тақтай сол болатын болса, айналдырып бүйтіп тық еткізіп қоя салам да. Немене лақтырып отырсың бүкілін? Настроением болмаса бізге құртудың қажеті жоқ, бар құрып кет мына жерден деп маған сөйтіп сөйлейді ғой. Мен ешкімге ештеме деп айтқан жоқпын. Мен түсініп отырмын да, мен онша емес болып отырған. Бірақ Фархат қайтан десем, ол отмазка сияқты болатын нәрсе болды да. Мен қойш деген болатын мен. Если на то пошло, кімнің кімге қанша ақша кететіні, барлығын етсейтін болса, онда менің де сол жаққа берген үлесімді, онда подаркілерді қайтып алатын болса соның барлығын маған ақшасын қайтарып берсін, өндіріп берсін барлығын. Сол сияқты нәрсе ғой. Адам на совесть кетем десе, совесттен атап кетем десем, мен сондай болушы едім да, бірақ мен ондай емеспін. Маған бәрібір садақа барлығына мүмкін сол кезде көңілімен берген шығармын, адамның көңілі деп. Бірақ адамның көңілі дегенде олар ойламайды. Татарлығын істейді деп бекер айтпайды екен негізінде Әбден көңілім қалды, мен қатты нервім ойнап отыр. Бірақ рахмет айтам, мені құтқарып қалыпты ғой. Мен үшін дұға жасапты, типа сөйтіп, менен теріс айналып кетіпті бұл кісі. Өшім сондай біртүрлі кісі екен. Ал енді қыздар, жігіттер, сіздерге айтатын жақсы жаңалық. Бағана мен жалпы история салған кезде көбісі қандай жұмыс бар, Мадина қандай жұмысты айтып жатсың деген сияқты көп сұраған болатын. Сол себепті осы стористі соңына дейін жібермей, үзбей қараңыздар. Жалпы енді ақша табу мәселесі қазіргі таңда өте көп қозғалады, өйткені өздеріңіз білесіздер, бәрімен финансовый қиындық. Сол себепті сіздерге өзімнің танысым Алмазды ұсынғым келіп тұр. Жалпы бұл кісі ақша табу саласында, онлайн ақша табу, үйде тұрып ақша табу жолдарын сіздерге үйретумен айналысады. Осы салада жұмыс істеп жүргеніне 4 жылдан астам уақыт болды. Сол себепті сіздерге айтып отырмын. Кіріп толықтай сенсеңіздер болады. Лицензиясы бар, өзіне жазсаңыздар, барлық толық информацияны сіздерге айтып береді. Үйде отырып 200-400 мыңға дейін тапқыларыңыз келетін болса, төмендегі ссылкадан өтіңіз.